Фетчтің аңызы бір адам біртіндеп ақылынан адасады, өйткені жұмбақ тұлға оны қайда барса да қуып жүреді. Фильм Фетчтің аңызымен ашылады. Бұл өлімнің алдында пайда болатын сверхтабиғи қосарланған бейне деп есептеледі. Содан кейін біз Ник есімді жас балаға танысамыз. Ол үрейден тынысы тарылып, жатын бөлмесіне қарай жүгіреді. Ол есікті тез арада құлыптап, бейсбол таяғын ұстайды, әлдебіреу оны қуып келе жатқандай. Бірнеше секундтан кейін есіктің арғы жағынан қатты соққылар естіледі. Есіктің астындағы саңлаудан Ник сыртта бір жұп аяқты көреді. Ал оның әжесінің дауысы оның атын қайталап шақырып, ішке кіргізуді өтінеді. Ник, мені ішке кіргіз, өтініп тұрмын. Соққылар күшейе түседі. Ник үрейленіп, әжесіне тоқтауды айқайлайды. Бірнеше секундтан кейін бәрі кенеттен тыныш болады. Ник ақыры бітті деп ойлап, аяқтардың кетіп бара жатқанын көреді. Бірақ сол кезде бөлменің бұрышындағы шкафтың есігі өздігінен сықырлап ашылады. Қараңғылықтан әжесінің дауысы тағы да оны шақырады. Ник сенімсіздікпен жақындайды, бірақ кенеттен екі қол шкафтан шығып, оны зорлықпен қараңғылыққа сүйрей жөнеледі. Әңгіме қазіргі заманға ауысады. Ник есейіп, әйелі Чарли және жалғыз ұлы Джейкобпен бақытты өмір сүріп жатқан сияқты. Ник суретші болғандықтан үйде көп уақыт өткізеді. Джейкобқа қарайды, ал Чарли жұмыста болады. Чарли кетер алдында Никке әжесінің үйінің құжаттарын үстелге қалдырғанын ескертеді. Чарли жұмысқа кеткен соң Ник Джейкобтың портретін салу үшін кенеп дайындайды. Сурет салып отырып, ол ұлын үйдің ішінде ойнап жүргенін бақылайды. Бірақ Никтің назары бір сәтке әжесінің үйінің құжаттарына ауады. Сол кезде Джейкоб жоғары қабатқа үлкен асқабақ алуға шығады. Төмен түсіп келе жатқанда ол байламаған бауын басып қалып, тепе-теңдігін жоғалтып құлап кетеді. Қатты соққыны естіген Ник үрейленіп, ұлының атын айқайлап жүгіреді. Өкінішке қарай, апат Джейкобтың өміріне зиянын тигізеді. Жалғыз баласының өлімі олардың шағын отбасын бір сәтте қиратады. Сол күннен бастап күлкіге толы үй төтенше үнсіздікке толады. Ник пен Чарли екеуі де терең қайғыға батады, өмір сүруге ынтасы қалмайды. Олар әрең тамақ ішеді, ештеңеге қызықпайды, үйдің әрбір бұрышы оларға Джейкобты еске салады. Чарли күндерінің көбін ұлын жоқтап өткізеді, ал Ник өзін кінәлі сезініп, оны қорғай алмаған үшін өзін-өзі кінәлайды. Ақыл ойын тазарту үшін Ник сыртқа қоқыс шығаруға шығады. Бірақ Джейкоб қайтыс болғаннан кейін ол түсініксіз, түсіндіруге келмейтін құбылыстарды сезіне бастайды. Ол артында біреу тұрғанын сезеді, ал Чарлидің дауысын еліктейтін дауыс үнемі мазасыз ойларды құлағына сыбырлайды. Сол уақытта Чарли Джейкобтың бөлмесінде отырып, сырттан келетін шулы дыбысты естиді. Артқа ұлаға қарағанда ол Никті өзін асуға әрекет жасап жатқанын көріп, үрейленеді. Бақытына қарай ол оны соңғы сәтте тоқтата алады. Бір айдан кейін, суицид әрекетінен кейін психиатриялық мекемеде емделіп, Ник үйіне оралуға рұқсат алады. Чарли оны әжесінің үйіне апарады. Орта өзгерту оның сауығуына көмектеседі деп үміттенеді. Бірақ үйге келгенде Ник Чарли онымен қалмайтынын біліп, шокқа түседі. Оның орнына Чарли Эндрю есімді психиатрды жалдайды. Ол Никтің сауығуын бақылап отырады. Мен онымен бірге бола алмаймын, сондықтан оны жалдадым. Құрметпен айтсам, дәрігер, бұл нені білдіреді? Күнделікті келулер деп Эндрю түсіндіреді. Оның міндеті тұрақты түрде келіп, терапия жүргізу, Ник дәрі-дәрмектерін ішетінін қадағалау және қажет болғанда жеңіл гипноз сеанстарын өткізу. Ник бұл келісімге риза емес, бірақ Чарлидің шешіміне көнуге мәжбүр. Эндрю кеткен соң Чарли де қоштасады. Ол үйден шығар алдында үйлену сақинасын шешіп, Никтің қолына ұстатады және емделуге назар аударуын, сонда олар бұрынғы өмірлерін қайта құралады деп өтінеді. Осыны істесеңші, Николас. Дәрі-дәрмектеріңді іш. Біз бірге үйренеміз. Чарли кеткен соң Ник өзін алаңдату үшін кенеп дайындап, Джейкобтың портретін салуға кіріседі. Ұлының суретіне қарап, олардың соңғы сәттерінің естеліктері оның ойына оралады. Тұңғыш түні үйде жалғыз қалған Ник Эндрю тағайындаған дәрілерді ішіп, ақыл ойын тыныштандыруға тырысады. Бірақ ұйықтауға дайындалып жатқанда ол әжесінің үйдің сыртынан өз атын шақырып жатқанын естиді. Үрейленген Ник терезеден қарайды, бірақ ешкімді көрмейді. Перделерді жауып болғанда екі қол оны ұстап, шошытады. Бұл тек тағы бір түнгі қорқынышты түс болып шығады.
Келесі күні түстен кейін Эндрю терапия сеансына келеді. Ник өзін жақсы екенін, ешкімнің бақылауының қажеті жоқ екенін айтады. Никтің әлі де ашық сөйлеуге дайын емес екенін түсінген Эндрю жеке көзқарасты қолданады. Ол 3 жыл бұрын өз қызының Рождество қарсаңында өз-өзіне қол жұмсағанын айтады. Бұл оған ең жақын адамынан айырылудың ауыртпалығын үйреткен. Эндрю Никті жалғыз қалдыру шешімімен келіспейтінін де мойындайды, бірақ Чарли Никтің травмасымен бетпе-бет келуін қалайды. Эндрю біртіндеп Никтің сенімін оятуға тырысады. Сеанс аяқталғанда ол үйіне қайтады. Эндрю кетіп бара жатқанда Никтің көршісі Шелбиге кездеседі. Өзін Никтің досы және психиатры ретінде таныстырып, ол Никтің балалық шағы туралы сұрайды. Шелби оның жеке өмірі туралы көп білмейтінін айтады. Тек Ник ата-анасы автомобиль апатынан қайтыс болған соң осы үйге көшкенін, содан кейін әжесі оны тәрбиелегенін, ал әжесі бірнеше жылдан кейін жүрек талмасынан қайтыс болғанын біледі. Ник күнделікті өмірін қалыпты өткізуге тырысады, қайғыға батып қалмау үшін. Ол азық-түлік сатып алу, ас үйде печенье пісіру сияқты күнделікті істермен айналысады. Бірақ істеген әрбір ісі Джейкобты еске салады, өйткені олар мұны бірге істейтін. Джейкобты қатты сағынып, Ник ұлының суретіне тағы да қарайды. Бірақ саусақтары Джейкобтың бетіне тигенде суреттің беті біртіндеп жоғалып, тозып бара жатқандай болады. Ник бұны түсініп үлгермей, жоғарыдан аяқ дыбыстары естіледі. Ол тексеруге шығады да Джейкобты әжесімен бірге тұрғанын көріп таң қалады. Оларға жетуге үлгермей, әжесі Джейкобты бөлмеге сүйреп, екеуі із-түзсіз жоғалады. Бірнеше секундтан кейін төменнен тағы дауыс естіледі. Ник дауыстың соңынан түседі, әжесін қабырғаға қарап тұрғанын көреді. Әже баяу бұрылғанда оның беті қорқынышты түрде бұрмаланған болып шығады да, бақылаусыз күле бастайды. Ник түсініп үлгермей, ауыр аяқ дыбыстары жақындайды. Оның алдында тұрған тұлға өзінің дәл өзі екенін көріп, үрейленеді. Содан кейін Джейкоб қорқынышты тұлғаның алдында пайда болады, беті жасырын көмек сұрап, қорыққанын айтады. Ник ойланбастан ұлын құтқаруға ұмтылады, бірақ тепе-теңдігін жоғалтып, баспалдақтан құлап, бәрі қараңғылыққа батады. Келесі күні таңертең Эндрю Шелбиге тағы келеді, Никтің балалық шағы туралы көбірек білу үшін. Шелби ұмыта алмайтын оқиғаны есіне түсіреді. Никтің әжесі қайтыс болған түні жас бала үрейден оның үйіне жүгіріп келген. Көршілер жиналып, үйге кіргенде үйді бүлінген күйде тапқан. Жиһаздар аударылған, суреттер сынған, терезелер сынған. Әже жүрек талмасынан қайтыс болғанымен, Ник есікті бірдеңе қуып келе жатқандай қаққан. Никтің психикалық жағдайы нашарлай береді. Ол орындықта ұйықтап қалғанда тағы да қорқынышты түс көреді. Басындағы дауыстар оны қаншер деп кінәлайды және өз-өзіне қол жұмсауды талап етеді. Оянғанда ол саусағының бірін ғажайып түрде өзгергенін көреді, содан кейін қалыпты күйге келеді. Сол сәтте Эндрю келеді, Никке ескі үйінен қалған заттарды жинауға көмектеседі. Үйдің шатырында Эндрю Никтің жатын бөлмесінің есігі өздігінен жабылғанын естиді. Бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, ол бөлмеге кіреді. Іште ванна бөлмесінің есігі орындықпен бекітілгенін көреді. Ник бірдеңенің шығуына жол бермеу үшін әдейі істеген сияқты. Жоғарыда Ник Чарлидің өз атын шақырып жатқанын естиді. Бұрылғанда алдында арқан ілулі тұрғанын көреді. Бірақ мазасыз көріністер тоқтамайды. Ескі диванның астынан өзінің дәл өзіне ұқсас тұлғаны көреді. Басындағы дауыстар Джейкобтың өлімі үшін кінәлайды. Бірнеше уақыттан кейін Эндрю ескі кітап табады да, Никтен оның қайдан келгенін сұрайды. Ник оны бірден таниды, бұл әжесі ұйықтар алдында оқып беретін ертегі кітабы. Эндрю кеткен соң Ник суретін салуға жалғастырады, бірақ артынан түсініксіз шулар естіледі. Бұрылғанда Джейкоб ойыншықтарымен ойнап отырғанын көреді. Бірақ суретке қайта бұрылғанда Джейкобтың беті портретте ғажайып түрде өзгергенін көреді. Бөлмедегі Джейкобтың барлық суреттері бұрмаланып танылмайтын болады. Төмендегі теледидардан балалар әні шығады. Ник дауыстың соңынан түседі, Джейкобты теледидардың алдында отырғанын көреді. Ұлының тірі екеніне бар жүрегімен сенген Ник оған жақындайды, бірақ жетер-жетпесінде терезе сынды да, оның жауыз қосарланғаны қорқынышты күлкімен оған ұмтылады. Әңгіме Эндрюға ауысады. Ол Чарлимен кездесіп, Никтің заттарын жинағанда тапқан ескі кітапты көрсетеді.
Кітапта Фетч туралы аңыз бар, өлімнің алдында пайда болатын жұмбақ, сверхтабиғи қосарланған бейне. Эндрю аңызды Никтің балалық шағымен байланыстырады. Әжесі жүрек талмасынан қайтыс болғанда, жас Ник үйден Фетч деп айқайлап шыққан. Эндрю ауыр травма бастан өткерген адам мифтерді шындық ретінде қабылдай бастайтынын түсіндіреді. Әжесінің өлімі Никтің санасында терең психологиялық жарақат қалдырған. Джейкобтың өлімі сол жарақатты қайта ашқан. Кінә мен ауыртпалық ескі жараларды қоздырып, галлюцинациялар, диссоциация және психологиялық бұзылыстар тудырған. Сондықтан барлық қорқынышты оқиғалар шынайы болып көрінген. Дегенмен Эндрю Никтің жағдайы дұрыс диагноз, дәрі-дәрмек және терапиямен емделеді деп сенеді. Никтің жағдайы одан әрі нашарлайды. Қорқынышты көріністер жиілейді. Дауыстар Джейкобтың өлімі үшін кінәлап, өз-өзіне қол жұмсауды талап етеді. Ник үмітсіздікте үйлену сақинасын қатты ұстап, дауыстарға кетуін айқайлайды. Кешке Эндрю тамақ әкеліп әңгімелеседі. Ол Никтің қолындағы көгерулерді байқайды, бірақ Ник оларды ескі жарақаттар деп табады. Эндрю оған ақыл-ойды тыныштандыратын дәрі береді. Ник өзінде бірдеңе дұрыс емес деп ойлағанына ашуланып, тағайындалғаннан әлдеқайда көп дәрі ішіп қояды. Эндрю Никтің жағдайын бақылау қиындап бара жатқанын көріп, басқа әдісті қолданады. Ол қалта сағатын шығарып, гипноз сеансын бастайды. Ник сағаттың бір қалыпты дыбысына назар аударады. Никтің сана сезімі біртіндеп өткенге ауысады. Гипноз астында ол балалық шағының қорқынышты оқиғаларын қайта бастан өткереді. Эндрю оны басшылыққа алады. Ник әжесі оны түсініксіз қорқынышты нәрсеге мәжбүрлегенін айтады. Содан кейін Фетч пайда болып, оған шабуыл жасайды. Фетч Джейкобтың жылаған дауысын пайдаланады. Эндрю Никке берілмеуге кеңес береді. Барлық қорқыныштар оның санасын ұзақ уақыт бойы басқарған қорқыныштан туындайтынын түсіндіреді. Ник күш тауып, Джейкобтың өлімі өз кінәсі емес екеніне өзін сендіруі керек. Ник біртіндеп өзін бақылауға алады және гипноздан шығады. Дегенмен ұлының өлімі үшін кінә әлі де ауыр жүк болып қалады. Эндрю шаршаған Никке жатуға көмектеседі. Чарли ертең келеді. Мен түні бойы оны бақылап отырамын. Келесі күні таңертең Чарли Никті көруге келеді. Ол Ник салған Джейкобтың портретін байқайды. Олар үйдің ішінде бірге жүріп, бір-біріне ашылады. Өкінішке толы Чарли Никті жалғыз қалдырған үшін кешірім сұрайды. Ол ең қиын кезеңде күйеуінің жанында болуы керек еді деп мойындайды. Көз жасын төгіп, Чарли Джейкобты қатты сағынып, баласынан айырылғалы өмірі бос сезінетінін айтады. Ник оны құшақтап, жұбатуға тырысады. Бірақ сол сәтте мазасыз сыбырлар қайта оралады. Чарли Никтің өз-өзімен сөйлесіп жатқанын бірнеше рет байқап алаңдайды. Ник оны алаңдатпау үшін тақырыпты өзгертеді. Чарли оған көріп жүрген нәрселерінің бәрі шешілмеген травмадан туындаған галлюцинациялар екенін жұмсақ айтады. Бірақ оның сөздері Никтің тағы да эмоционалды бұзылуын тудырады. Никтің денесі қатты дірілдейді, бет әлпеті өзгереді, ішіндегі қараңғы жағы басым бола бастайды. Ашуға толы Ник Чарлиге айқайлап, үйден кетуін талап етеді. Қорқып қалған Чарли үйден шығуға мәжбүр болады. Ник жалғыз қалғанда дауыстар қайта оралады. Терезеден қарағанда ол Фетчті ағаштың астында тұрып, әлі де ілулі тұрған арқанға нұсқап тұрғанын көреді, өмірін аяқтауға шақырып тұрғандай. Ал Чарли болған оқиғадан шошып, бірден Эндрюге қоңырау шалады. Екеуі Никтің үйіне асығады. Бірақ келгенде үйдің атмосферасы мүлдем өзгерген. Әр бөлме мазасыз суреттермен жабылған, үйдің іші табиғаттан тыс қараңғы және ауыр. Бір бөлмеде Ник қозғалмай, оларға қарап тұрғанын көреді. Олар жетіп үлгермей, жұмбақ қол Никті сүйрей жөнеледі. Бірнеше секундтан кейін ол қайта пайда болады, арқасымен оларға қарап, қабырғаға қарап тұрады. Ник толығымен Фетчтің бақылауында сияқты. Эндрю оны тыныштандыруға тырысады, бірақ Фетч оларға шабуыл жасайды. Эндрюны мойнынан ұстап, жерге лақтырады. Содан кейін Чарлиді ауаға көтереді. Фетч Джейкобтың даусымен сөйлейді. Өзін құтқару үшін Чарли Фетчтің көзіне саусағымен тығып, оны босатуға мәжбүр етеді. Сол уақытта Никтің санасының тереңінде ол Фетчке қарсы күресіп жатыр. Эндрю Фетчті жеңудің жалғыз жолы Никтің травма мен кінәсін бетпе-бет келуі екенін түсінеді.
Фетч Никтің кінәсін пайдаланып, оны ішінен жояды. Ник біраз уақыт қарсыласады, бірақ ақыры Фетчті қалай жеңетінін білмейтінін мойындайды. Эндрю оны ең үлкен қорқынышымен бетпе-бет келуге бағыттайды. Ол орындықты арқанның астына қояды да, Никке оған шығып, арқанды мойнына салуға нұсқайды. Мақсаты өз-өзіне қол жұмсау емес, оны мазалап жүрген травмамен бетпе-бет келу. Бәрі дайын болған соң, Эндрю Никті қайта гипноздайды. Никтің сана сезімі санасының тереңіне түседі. Ішкі әлемінде ол асқабақ алаңында тұрғанын көреді. Джейкоб біршама қашықтықта тұр, бірақ Ник ұлының бетін танымайды. Фетч оның ең әлсіз жерін пайдаланып, Джейкобты қайта көру үшін өлу керек екенін сыбырлайды. Ник үмітінен айырыла бастағанда Чарлидің дауысы санасына енеді. Ол Джейкобтың шашы, көзі, бетіндегі ұсақ меңдері туралы егжей-тегжейлі еске салады. Біртіндеп Никтің естеліктері оралады. Көз жасын төгіп, ол Джейкобтың бетін анық көреді. Соңғы рет ұлын құшақтап, оны жібереді. Мен оны жіберуім керек. Мен оны жіберемін. Енді ештеңе ұстамайтын Ник Фетчке бет бұрады. Эндрю мен Чарлидің қолдауымен ол қарсыласады. Арқанды мойнынан шешіп, Фетчтің мойнына салады да, жоғары лақтырады. Фетч ілініп қалады. Николас, орал. 3-2-1 Фетч ақырында жоғалады. Ник өз өмірінің енді өз қолына өткенін жариялайды. Ұзақ және ауыр травма мен кінәге қарсы күрестен кейін Ник алға қарай жүру үшін күш табады. Соңғы сахнада ол Чарлиге аяқталған Джейкобтың портретін көрсетеді. Чарли күлімсірейді.